Сәлем достар, менің арнама тағы да қош келдіңіздер. Бұл видеода бүгін сыйлықтардың сыртын қаптауға арналған декоративті қағаздарды қалай жасауды үйренеміз. Бұл декоративті қағаз немесе мраморный бумага деп айтып жатады. Яғни осы бумага қағаздармен сыйлықтардың қораптарын сыртын қаптауға немесе ашық хаттар жасауға, скрапбукингтерге пайдалануға болады. Енді ары қарай жасалу жолын бірге үйренейік. Декоративті бумага қағазды жасау үшін бізге қырнауға арналған көпіршік кез келген түрі жарай береді. Арзан түрін алсаңыз да болады. Содан кейін бояу үшін гуаштар немесе пищевой красительді пайдалануға болады. Содан кейін кәдімгі принтерға арналған А4 қағаз, сызғыш керек. Бұл жұмысқа кіріспес бұрын алдымен өзіңізге ыңғайлы ыдыс алып аласыз. Мен мұнаға ыдыс қоюға арналған патынды салып отырмын. Енді осыған біз қырнауға арналған көбігімізді шашып аламыз. Содан кейін біздің бояуымыз әр жерден құйғанымыз жақсы. Содан кейін кез келген дисконтный карталар болсын, пайдаланылмай жатқан жайлап бүйтіп сызып шығамыз. Содан кейін осы сызғанымыз үстіне қағазымызды саламыз. Түгел бастырамыз. Міне, кішкене бойын сіңіріп алғаннан кейін қағазымызды көтереміз. Содан кейін қағазымызды газет бетіне түсіреміз. Содан кейін сызғышты аламыз да шетінен бастап үстіндегі көбігін түсіріп тастаймыз. Міне, алып тастадық. Міне біздің қағазымыз дайын болды. Бұны әртүрлі қылып, әртүрлі түстер қосып істеуімізге болады. Көк түсті, жасыл түсті, кез келген түстерді пайдаланып, осындай декоративті қағаздарды әбден жасауға болады. Мінекей, содан кейін кептіріп аласыз. Кептіргеннен кейін тегістеп, үтіктеп жіберуіңізге болады. Сонда мынандай сыйлықтарға қораптардың сыртына арналған осындай қағаздар, декоративті қағаздарды жасауға болады. Мінекей, әрі оңай, әрі арзан, кез келген сыйлықтарыңызға пайдалануға болады. Көп рахмет.